Сайын Мұратбеков. Қара құлып. Біздің үйде сыртын әшекейлеп сырлаған үлкен ала сандық бар. Сондықтан іші неше түрлі кәмпиттерге толы. Бірақ сол сандықтың аузында үлкен кісінің қос жұдырығындай қара құлып тұрады. Қара құлып мелшиген, тастай суық, сүйкімсіз құлып, зіп-зілдей ауырақ. Апам ол сандықты тым сирек ашады. Онда да үйге қонақ келе қалғанда дастарханға жақсы кәмпит салу үшін ашады. Жайшылықта құмартып жүретін кәмпиттерді мен де тек сол уақытта жей аламын. Бір күні біздің үйге апамның бауыры келді. Ол кісі өзімен бірге Жақан деген баласында алып келіпті. Жақанменен бірер жас үлкен. Біз мәре-сәре боп қуанысып қалдық. Жақанның келгеніне әсіресе мен қатты қуандым. Апам шай әзірлеп, дереу әлгі сандығын ашты. Оның ішінен тәтті кәмпиттерден уыс-уыс қып алып, дастарханға салып жатыр. Менің жоғары жағымда сандыққа мойнын соза қарап отырған Жақан: «Кәмпиттерің көп екен», деп қояды. Сол күні түстен кейін Жақан екеуміз үйде оңаша қалдық. «Кел, кәмпит алып жейік», деді Жақан. «Қара құлыпшы, пішті сөз бе солда?» деп Жақан сирек тістерінің арасынан шырт еткізіп қойды. «Қане, маған шеге тауып берші». Мен оған құлыпты бұзуға болмайтынын айтып едім. Ол: өзіңнің кәмпит жегің келе ме?» деді. «Я, ендеше неге тұрсың? Бар, тез бірден алып кел». Мен жүгіріп барып, қорадан шеге алып келдім. Жақан тағы да шырт еткізіп түкіріп қойды. «Қазір сенің қара құлпыңды», деді де, шегені құлыптың тесігіне салып жіберіп, бұралақтатып айналдыра бастады. Мен оның бұл ожарлығына қайран қалып қарап тұрмын. Қара құлып өзі зілдей ауыр құлып. Мәссаған, ашылды да кетті. Ала сандықтың ішіндегі орау-орау кәмпиттерге Жақан екеуміз қойын қонышымызды толтырып алдық та зытып тұрдық. Кешкісін апам қабағы түсіп, бізді жабырқау қарсы алды. Бірақ ұрыспады. Қара құлып өзі зілдей ауыр құлып ала сандықтың үстінде жатыр. «Апа, сандықтың аузын неге жаппайсың?» дедім мен бірде шыдай алмай. «Жауып қайтем, бәрібір сен құлыпты ашуды үйреніп алдың ғой», деді апам. «Ақылың бар болса, кәмпитті сұрап жерсің, ақылың жоқ болса, ұрлап жей бер». Мен не дерімді білмей, ұялып төмен қарадым. Содан былай ала сандықтың аузына құлып салынбайтын болды. Ал мен апамның рұқсатынсыз кәмпит алмайтын болдым. Енді бір күні қара құлып ешкімге керек емес болып, қораның бір бұрышында жатыр екен. Әңгімедегі Жақанға еріп ұрлық жасаған кейіпкер анасының алдында ұятты болып, сенімінен шығып қалды. Бір жолы жасаған қателік үшін өмір бойы өзін кінәлі сезінеді. Сондықтан балалар, ұрлықтың түбі қорлық екенін ұмытпау керек. Жаман әдеттен аулақ болайық.